Қазақстанның барлық аймағына, тіпті Орталық Азия елдеріне, сондай-ақ Англия мен Германияға өткізіп отырған Бал текстиль кәсіпорнының жұмысымен танысамыз. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымын Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласынан назарларыңызға ұсынбақпыз. Оңтүстік арнайы экономикалық аймағында 2012 жылы Бал текстиль отандық кілем фабрикасының құрылысы басталды. Шымкент қаласындағы Қазақ-түрік бірлескен кәсіпорны келесі жылдың қыркүйек айынан бастап кілем өндіруге түбегейлі кірісіп кетті. 2013 жылы алғашқы өнімімізді өндіріп бастадық. Бірінші кезең деп атадық. Ол кезде фабрикамыздың өзіндік бір қуаттылығы болатын. Жылына 2.300.000 шаршы метр өндірді. 150 адам жұмысқа қамтыды. 1,5 жыл өткеннен кейін 2015 жылы екінші кезеңін іске асырдық. Екінші кезеңде қосымша қуаттылық артты. 5 миллион шаршы метр кілем өнімін өндіретін мүмкіндікке жеттік. Қосымша 4.000 тонна полипропилен түк жібін өндіретін құрылғы орналастырдық. Бірінші кезең инвесторлардың өз қаражатын есебінен салынды. Екінші кезең кәсіпкерлікті қолдау даму фондының қорының өндіріс бағдарламасының аясында жүзеге асырылды. Келесі кезеңде фабрика мемлекеттің қолдауымен кілем тоқу өндірісінің жылдық қуатын 15 миллион шаршы метрге дейін жеткізуді көздеп отыр. Өндірісте кілем жасау сатысы екі бөлімнен тұрады. Бастапқы бөлік кілем беті, кілем дизайны бедерленген, нақышы түскен беткі қабаты түк жіппен тоқиды, ал түк жіпті полипропиленнен жасайды. Біздің кілем өніміміздің де түк жібі осы гранулға мынандай әртүрлі бояғыш заттар қосылып, арнайы үлкен құрал жабдықта өндіріліп, мынандай керемет түрлі түсті жіптер шығады. Қарасаңыз, бір қарағанда жібекке немесе қой жүнінің жіптеріне ұқсас болғандықтан, бұл кілем өндірісінде өзін синтетикалық екенін көрсете бермейді. Қарап отырсаңыз, мынау кілемшенің үстіндегі мына жіптері осы полипропилен гранулдан жасалған жіп. Бір қарағанда жібек кілеміне ұқсайды. Полипропиленнен жасалған кілемдердің ішкі нарықта сатылымға түскеніне 25 жылдай уақыт болған. Осы уақыт ішінде түк жіптің бұл түрі тұтынушы көңілін қалдырған емес. Мынау арқау жіптері деп аталады. Яғни бағанадан бергі танысқан жіптеріңіз ол кілемнің беткі қабатын тоқитын жіптер болса, мынау кілемнің астыңғы қатты қабатын тоқитын жіптер. Ұсақ орамдардан кілем тоқитын құрылғыға орналастыру үшін үлкен орамға оралып жатыр, жүріңіздер көрейік. Үлкен орам дегені міне мынау. Мұнда жібі оралып болғаннан кейін кілем тоқу цехына жөнелтіледі. Кілемдер жоғары технологиялық, бельгиялық қондырғыда тоқылады. Өндіріс орны тек кілем тоқумен ғана емес, әртүрлі маркалы полипропилен жіптерін иірумен де айналысуда. Бұл ойлыкен ноймак станогы. Бұда негізде полипропилен жіп шығарады. Үзілсе байлаймыз, мен жұмысын сол. Кілем тоқитын фабриканың жіп өндіру цехындамыз. Анағырақ айтқанда жіп иіреді мына құрылғылар. Полипропиленнен өндірілген жіпті бір мезетте мынандай 176 орамға орайды. Яғни 4 сағатта әр орамға 5 килограммнан жіп орайды екен. Сонда 4 сағаттың ішінде 880 килограмм жіп дайындап береді. Кәсіпорын 3 ауысымда жұмыс істейді. Жіпті иіруге, кілем тоқуға арналған 7 станок бар. Бір құрылғыда 3 адам қызмет атқарады. Қазіргі таңда өндірісімізде 7 станогымыз бар. Оның 4-еуі енінен 4 метрлік кілемдер тоқиды, ал 3-еуі 5 метрлік. Бельгияның Van de Wiel деген фирмасының станоктары. Станоктарымыз 3 ауысыммен жұмыс жасайды. Әр станокта 3 адамнан, бір станокта 3 адамнан жұмыс жасайды. Француздық Суперба білдегі. Кәсіпорындағы маңызды рөл атқаратын білдектердің бірі. Жартылай пропиленді синтетикалық жіптер шығаратын заманауи құрылғы компьютерлік бағдарлама арқылы басқарылады.
Менің қазір істеп жатқан аппаратым бұл Франциядан шыққан станок. Бұл жаңағы бізде бас жақтан иіріліп келген жіпті, яғни буда белгілі бір температурада пісіреді. Бұл пісіретін станок. Бұл жерде мынау бізде иіріліп келген жіптерді мына жақтан салып отырамыз. Бұл жерде де азаматшалар жұмыс істейді. Ол жаңағы біздің қазанның ішінде белгілі температурада пісіріледі. Ол уже жоғарыдан дайын болған жіптер ар жақта келесі станокта бобинде оралады. Жіп талшығына айналған пропилен түйіршіктері арнайы станокта иіріледі. Әрмен қарай тоқыма бөліміне жөнелтіледі. Тоқыма бөлімінде дайын өңделіп, иіріліп шыққан жіптерден біздерге әртүрлі сападағы кілемдер тоқылып шығады. Менің міндетім бұл жерде тоқыма станогынан қателердің аз шығуын қадағалау, және сапаға сай болуын, тығыздығы болады, оның түк биіктігінің ұзындықтары болады, және жіптен кететін қателерді болдырмау, соның алдын алу үшін біз әрдайым тоқыма станоктарын бақылап отырамыз. Ал өңдеу бөлімде шикізат түріндегі кілемдер сұрыпталады. Бұл процесс барысында тоқу сатысында қателіктер болса анықталып, тапсырыс берушіге жіберілмейді. Өңдеу бөлімінде кілемнің екі жанын оверлок қылады, одан клейде жапсырма қылады, одан тексеріледі, этикетка басылып, соңында орамаға оралып, тұтынушыға шығып кетеді фабрикадан. Бүгінде мұнда 248 адам жұмыспен қамтылған. Мен істеп жатқаныма 3 жылда уақыт болды. Қазіргі таңда жұмысым жақсы, өзіме ұнайды. Айлығы уақытылы. Бұл станокта қызметім менің кілемнің таза шығуы, кілемнің шаштыбасы, және де станоктың бұзылмауына кішігірім қадағалау жұмысын атқарамын. Өндірістің небәрі 4 жылдың ішінде бағындырған белестері, алған асулары да айтарлық. Ел игілігіне еңбек еткен кәсіпорынды елбасы да елеп ескерген. Осы уақыттың ішінде 2014 жылы халық тұтынатын тауар номинациясы бойынша алтын сапа республикалық өндірушілер, тауар өндірушілер байқауында елбасының қолынан екінші номинациялы дипломант атандық. 2015 жылы облыста орта кәсіпкерлік субъектісі бойынша үздік салық төлеуші номинациясын иелендік. Оған қоса 2016 жылы Женева қаласында өткен сондай алтын сапасы номинациясы бойынша алтын деген номинацияға ие болдық. Халықаралық жүлде 176 мемлекеттен тауар өндірушілер қатысады. Иә, 176 мемлекеттің ішінен оқ бойы озып шығу отандық өндіріс үшін таптырмас қуаныш болды. Ал қуаныш бар жерде өкініш те жоқ емес. Мәселе мынада, фабрика ақ мақтаның отанында тұрғанмен, сол мақтаның кетімдей де пайдасы жоқ. Бұл қалай дейсіз бе? Кілем шығарушы фабрикаға керекті мақта түрі өңірдегі мақтадан басқандай, яғни маркасы сәйкес келмейді. Міне, осылай шикізатқа келгенде ши шығады. Индия, Түркия, Бангладеш елдеріне тәуелдіміз. Алайда арнайы мамандардың өрісін кеңейтетін өндіріске айтар мынандай хабары да бар. Балтекстиль – это ковровое предприятие. Балтекстиль бұл кілем шығарушы кәсіпорын. Өндіріс үшін әрине импорттаушыларға тәуелді болған тиімді емес. Таяуда елімізде Атырау қаласынан фабрикаға керекті жіп, яғни синтетикалық жіп шығаратын зауыт ашылады. Бұл дегеніміз өндіріс орны. Шикізатты сырттан тасымайтын болады. Балтекстиль күніне 11.000 квадрат кілем шығаратын Қазақстандағы ірі кілем фабрикасы. Кәсіпорынның өткен жылғы есебіне қарасақ, шығарылған өнімнің 35% экспортталған. Болашақта кәсіпорында шығарылатын өнімдер түрін көбейтіп, қуаттылығын арттырмақ. Бүгінге айтпағымыз болса, жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.